Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырман. Сіздермен тағы да Мадина өте тез дайын болатын цезарь салатының рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен батондарымызды 4 бұрышты етіп тураймыз және де үстіне сұйық майдан шамалы құйып, барлығын қолымызбен араластырып, духовкаге, яғни пешімізге 5-10 минутқа салып алатын боламыз. Өте тез қызарады, тек қызарғанша ұстайсыздар. Енді осы пекинский капустамызды дұрыстап тұрып жуып аламыз және де 4 бұрышты етіп барлығын турап ыдысымызға саламыз. Және де куриный колбасамызды, помидорымызды, жұмыртқамызды барлығын осы видеода көрсетілгендей етіп бөлшектерге бөліп ыдысымызға салып аламыз. Пешімізде қызарып піскен батондарымызды үстіне саламыз және де арнайы цезарь салатына арналған соусты қосып барлығын бірге араластырып шығамыз. Және де салатымыздың үстінен үккіштің кішкентай бөлшегінен осылайынан сырымызды өткізіп шығамыз. Міне біздің салатымыз дайын. Өте жеңіл әрі тез дайын болатын цезарь салатын қонақ дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Құрметті менің оқырмандарым, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар және де лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға қарағандарыңыз үшін көп рахмет.